Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін үй жағдайында дайындайтын тәтті бөлкелер дайындайтын боламыз. Бөлкелеріміз өте жұп-жұмсақ болып, дәмі керемет болып шығады. Егер қызықтырса, бізбен бірге дайындаңыздар. Алдымен бір жұмыртқамызды салып, 3 ас қасық қант салып, жылы сүтімізді құйып, аздап сұйық май құйып, араластырып, құрғақ ашытқымызды салып, 1 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз да, үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай үстінен басып, жұмсақ қамырымызды илеп, бетіне салафанымызды жауып, 1 сағатқа ашығанша қойып қоятын боламыз. Ашыған қамырымызды осылай алып, оқтаудың көмегімен жайып, бөліктерге кесемізде айналдырып, осылай айналдырамыз да, қолымыздың көмегімен. Енді осылай өріп, дөңгелете орап қоямыз. Мінекей, енді үстін жауып қойып, 15 минутта қоямыз да, қайта үстін ашып, жұмыртқамызды жағып үстіне осылай. Мінекей, біздің бөлкелеріміз пісті. Духовкаға 180 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Өте дәмі керемет болып, жұп-жұмсақ болып шығады. Шаймен ішсеңіздер, дәмі керемет болып шығады. Сіздер де жасаңыздар. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.